Бәрі сәлем, сіздермен бірге мен Данияр. Және де бүгінгі видеода біз ұзын істе және де олар сені танымай қалады деген тақырыпқа сөз қозғайтын боламыз. Егер сен ұнайтын хоббиің болса, спортың болса, оны соңына дейін апаруың керек. Егер қазір бастамайтын болсаң, то ертең кеш болады. Қаншама адамдар өздерін жетілдіріп дамуда. Егер де сен олардың қатарына кірген кезде жұмыс істе, бір нәрсе істе. Мысалы, бизнес жайлы ойлап жүрсең, то оны баста. Ақшам жоқ деген ол лишь сылтау. Бизнесті ақшасыз да бастауға болады. Яғни ол қандай мамандықтар, оның ішіне SMM специалисттер, маркетологтар кіреді. Қазір 21 ғасыр, яғни интернет заманы. Интернетте неше түрлі мамандықтар толып тұр. Мысалы келтіретін болсаң, дизайнерлер. Олар қазір барлық жерге керек, особенно графический дизайнерлер. Вот осы мамандықтарды үйреніп ал. Қазір тағы да бір сұрақ туындауы мүмкін. Мен оны қалай үйренемін деген. Оны сен ютубтан, интернеттен қарап үйреніп алсаң болады. Олардың көптеген курстар бар. Олар 4000-5000 теңгеден басталып 10 000 20 000 теңгеден арасында. Ең бастысы әрекет ет. Өзім ютубта бастайын деп жүріп, жарты жыл уақытымды өткізіп алдым. Соның әсерінен камерадан все больше ұяла бастадым. И айтайын деп жатқан сөзімді 5 сағаттай, 10 сағаттай жасайтын болдым. Ең жаман әрекетім ол уақытты созу. Каждый күні түсірем деп ойлап, оны вообще түсірмей кеткен болады. Бұның бәрі тек қана қорқыныш болатын. Bir бассаң, оны ұнатып кетесің. Bir какой-то моментті күтіп отқан болатын. И сол кезде мен 6 ай уақытты жоғалтып алдым. Өйткені мен қорықпай жұмыс істегенде осылай отбаушы едім. Вот именно 6 айдан кейін мен уже оның барлығын түсініп, действовать ете бастадым. Егер де қазір ойламасаң, қалғандары саған түкіріп кетеді. Өмірдің кілті ол тренировкада деп түсіндім. Егер до тренировки сен дейін салбырап, ұйқың келіп отса, то после тренировки сенде уже бір энергия пайда болады. Я это проверял на своем опыте. Уверен, сен қазір бастамайсың, өйткені менің қазір айтып жатқан сөздерім сен үшін жай ғана сөздер болып қала береді. Қаншама блогерлер саған мотивация беруге тырысады, бірақ сол берген мотивациялары сенің тек 10 минут немесе сол видео біткенше жұмыс істейді. Максимум 1-2 сағат. Почему? Барлық бизнесмендер саған мотивация беруге тырысады. Олар осы дәрежеге жеткен соң өзінің тәжірибесімен бөліскісі келеді. Сен ойлайтын шығарсың, что олардың таныстары бар, немесе олар оп-оңай кіріп кетті деп. Всегда оларды кінәлі қылып көре алмайсың. Олар бай және де ең күшті машиналарды айдайды деп, сен оларды тағы да көре алмай жүресің. Оның бір левыйы бар деп тағы да ойлайсың. Халықтан жымқырып отыр деген сөз сенде осыдан пайда болады. Бірақ та оның еңбегін, қаншама уақытын, нервысын сен оның алдында көріп жатқан жоқсың, және де оның тек қана жеткен жетістігін көріп жатсың. Осы жолға жету барысында одан қаншама тер кетті. Бірақ та осының барлығын көріп отырып, сен тағы да көре алмайсың. Бұл жаман қасиет, ол қаншама түн ұйықтамай еңбек етті. Осындай адамдар халыққа мотивация болады. Яғни оның қолынан келсе, то сенің де қолынан келеді. Бірақ сол берген кеңестерді дәл уақытында қолданып көргенде сразу істеуге тырыс. Егер сен ішінде еріншек болса, то ол мотивация саған по-любому жұмыс істемейді. Қаншама көрсең де қимылдай алмайсың. Еріншегіңді жеңу жолында сенде қаншама қиындықтар болады. Оған қарамай жұмыс істе, тұрып қазір баста.